Сәлем достар, бүгін сіздермен мен Айгерім, сіздермен бүгін осындай керемет бірақ заттан қоспасынан дайын болатын, үйде шаймен ішкенге тез жасалатын, балаларыңыз сүйсініп жейтін, чипсыдың орнын алмастыратын осындай қытырлақ, керемет, дәмі ауызда еритін хворос дайындаймыз. Жасалу жолы өте оңай. Ең алдымен осылай жұмыртқаларымызды дайындап аламыз. 3 жұмыртқаны жарып, бүтіндей ыдысымызға салып, оның үстінен жарты чайный ложкадай тұз салып, жақсылап езіп араластырамыз жұмыртқаларымызды. Тек қана жұмыртқа мен тұз, басқа ештеңе қоспайсыздар достар. Үйдегі бар заттарды қолданамыз. Жақсылап тұрып, жұмсақ етіп, қамыр илейтін боламыз. Үстінен ұнымызды салып тұрып, мінекей менің қамырым иленіп жатыр осылайынан. Еленген қамырымызды осылайынан жақсылап жылы жерге жарты сағатқа қойып қоямыз достар. Мінекей менің қамырым дайын болды, жаюға дайын. Енді осыны жұқалап тұрып жақсылап жайып аламыз. Менің өзіме хворостың қалың емес, жұқа болғаны ұнайды. Сондықтан да мен қатты жұқа етіп жаямын қамырды. Әркім өз қалауларынша жайып кесе берсеңіздер болады. Және де қалаған формаларыңызда отқа салып пісіріп алсаңыздар болады. Бұл хворостың түрі ең тез пісетін түр. Отқа салсаңыздар болды, 1-2 араластырғаннан ақ пісіп шығады. Менікі осындай кубик кішкентай формада кестім. Өзіме ыңғайлы, осы форма ұнайды. Әркім өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Мінекей менің формаларым дайын. Енді осыны отқа салатын боламын. Достар, менің сіздерге рецептім ұнады деген ойдамын. Егер де рецептім ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Айгерім.